болсаңыз, онда осы видеоны көріңіз. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Дәуіт Сұраған. Бүгін пресс жайлы видео түсірмекшімін. Себебі менің каналымда пресске арналған бірде-бір видео жоқ. Сондықтан сіздерге пресске арналған бір жаттығуды көрсетпекшімін. Ерекше жаттығу, оны кәдімгі спортсмендер, яғни бодибилдер, менс физикмен, классикмен барлығы сол жаттығуды жасайды. Себебі ол кезде олардың прессінің формасы жақсы шығатын болады. Олай болса достар, вакуум деген жаттығуды бірге жасайтын боламыз. Оны мен өмірімде жасап көрмеген, жасадым, бірақ та өзіме кәдімгідей тұрақты қылып жасаған жоқпын. Яғни менде ой бар, 14 күн бойы осы вакуумды жасаймын. Сол кезде достар, яғни мен челлендж бастаймын достар. Қазір сіздерде астаңызға жазыңыздар, кім осы челленджді қабылдайды. Бір адам болсын қабылдаса, ол маған өте керемет, сізге де мотивация болады деп ойлаймын. Олай болса достар, вакуумге кетіп көрейік. Міне қараңыздар, вакуум және де 6 пресс шығады деген үміттемін. Оның нәтижесін 14 күннен видео көрсетіп жіберетін боламыз. Айтпақшы достар, олай болса вакуумның жаттығуын көрсетейін. Мен оны былайынан техникасын білмеймін. Өзім бірінші рет жасап десе де болады. 3-4 рет жасаған. Тоқтау болса, қазір жасап көремін. Ол кезде кәдімгідей қарапайым сіздер аулаларыңызды тартасыздар. Жібересіздер қайттан. Бүгін вакуум деп аталу себебі достар, вакуум деген физикада былай айтсақ, ол кәдімгі бос кеңістік және ішінде ауа сорылып алады. Яғни сіздерде бұл кезде деген кезде ауаның сорылып алғандай боласыздар достар. Себебі мына жердегі іштегі ауа жоқ болып кетеді да, бүкіл пресстер жинақталатын болады. Бұл кезде сіздер кәдімгі физикалық жаттығу емес, жай ғана сіздер ауаларыңызды тастарасыздар. Бұл кезде бір-біріне қарай жақтайтын болады. Бұл жасау себебі мен өзім де маған да қызық болып тұр. Бұда қандай нәтиже болады, және де оның техникасын өзім жасап үйренбекшімін. Мен бұл вакуум туралы бір-екі видеоны көрдім ютубта. Бірақ та олардан қатты түсіне алмадым, сондықтан да өзім жасадым. Себебі өзіңіз жасасаңыз, яғни өзіңізге тәжірибе жүргізсеңіз, яғни эксперимент жүргізсеңіз, онда өте қызық болады. Достар, сіздерге де қызықты болады деген ойдамын. Осы челленджді 14 күн қабылдаңыздар, яғни 14 күн бойы сіздер өздеріңіздің максимал түрде тартып, осылай патротқа бөліп, немесе күнде 5-ақ минутты ғана алады деген ойдамын. Яғни сіздерге, егер сіздер 6 сағатты ұйқыңыз 8 сағат болса, онда қарай сізде 16 сағат уақытты, 16 сағат жұмыс істеуге, демалуға уақыт кетеді. Сол кезде 5-ақ минутын осы жаттығуға бөліп, күнделікті жасап отырсаңыздар, 14 күннен өзгерісті өздеріңіз сезетін боласыздар. Достар, бұл видеоны шығару себебі бірге біз прогресске жетеді деген ойдамын. Егер де достар, мен видеом аяқтап қалады. Егер де сіздерге менің видеом ұнаса, әлде каналға бірінші рет келіп отырсаңыз, онда каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, ең басты қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Міне осымен видеом аяқталды. Айтпақшы достар, ең соңында тағы бір айтатын жайт, менің инстаграмма, Рамазан инстаграмма тіркелуді ұмытпаңыздар. Олардың достар, келесі видеода өте қызықты видео болады деген ойдамын. Сол жерде кездескенше ары қарай жұмыс істеуді тоқтатпаңыздар. Сау болыңыздар.